Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләззат. Бүгін үй жағдайында балмұздақ дайындайтын боламыз. Жеміс-жидектерді міндетті түрде қатырып аламыз. Бұл менде жазда қысты күнге дайындалған жеміс-жидектер. Бұл жерде құлпынай, таңқурай және қауын. Құлпынайымызды толықтай тазалап аламыз. Міндетті түрде қатырылған жеміс-жидектерді бөлме температурасында 4-5 минут тастаймыз. Дайын болған жеміс-жидектерімізді блендер немесе кухонный комбайн әртүрлі аттары бар, толықтай салып, қойытылған сүтімізді салып толық араластырамыз. Жеміс-жидектерді өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Дайын болған балмұздағымызға балалардың сұрауы бойынша кукурузный шариктар қостым. Сіз оның орнына грецкий жаңғақ немесе мейіз қосып, немесе мүлдем қоспасаңыз да болады. Дайын болған балмұздағымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алып, өз қалауларымызбен жеміс-жидекпен әсемдейміз. Сіздермен болған Ләззат. Тіркеліп жүрекшені басып, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ас болсын.